Бізге бүтін көрсеткішті дәрежеге байланысты мынадай бір есеп берілсін. 4-тің минус 3 дәрежесі көбейтілген 4-тің 5 дәрежесі. Осы жерден видеоны тоқтата тұрып, өздеріңіз есептеуге тырысып көріңіздер. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Сонымен көріп отырғанымыздай негізі бірдей екен екеуінің. Демек, онда негіздері бірдей болса, ол екеуін көбейткен кезде негізі сақталып, тек дәрежелерін бір-біріне қосатынбыз ереже бойынша. Сонда бұл 4-тің минус 3 қосылған 5 дәрежесі, ал бұл тең болады 4-тің, сонда 5-тен 3-ті азайтатын болсақ, 2 дәрежесі шығады екен. Ал енді бұны біз тағы да басқаша есептеуімізге болады екен. Олай болса, бірінші мына 4-тің минус 3 дәрежесіне назар аударайық. Енді дәреженің қасиеті бойынша дәрежесінде теріс таңба тұратын болса, онда ол 1 бөлінген сол санның дәрежесі ретінде жазылады ғой. Яғни бұл 1 бөлінген 4-тің 3 дәрежесі екен. Ал 4-тің 3 дәрежесі дегеніміз 4-ті өз-өзіне 3 рет көбейткенге тең ғой. Демек, онда соны ашатын болсақ, 1 бөлінген 4 көбейтілген 4 көбейтілген 4 болады екен. Ал енді мына 4-тің 5 дәрежесіне тоқталайық. 4-тің 5 дәрежесі деп отырғанымыз, яғни 4-ті өз-өзіне 5 рет көбейту ғой. Демек, онда мына жерден 4-ті 5 рет жазайық. Бұл 4-тің 5 дәрежесін ашып жазып жатыр мына жерден. Көбейтілген 4, көбейту 4, көбейтілген, мына жерде көбейтілген 4 болады. Сонымен көріп отырғандарыңыздай, мына 4 пен мына 4 қысқарады, мына 4 пен мына 4 қысқарып кетеді, мына 4 пен мына 4 қысқарып кетіп, сонда 4-тің 2 дәрежесі ғана қалады екен. Яғни 4-тен 2 ғана қалды ғой. Сонда бұның жауабы 4-тің квадраты шығып тұр екен. Бұлай да есептесеңіздер, 4-тің квадраты шығады екен. Ал енді бір қандай да бір белгісіз айнымалға байланысты есептеу көрейік. Мысалға, А-ның минус 4 дәрежесі көбейтілген А-ның квадраты болсын. Осыны есептеу керек екен. Олай болса, тура жаңағыдай бірінші назар аударсақ, негіздері бірдей екенін көреміз. Демек, онда бұл бірдей негізді көбейткен кезде дәрежелері қосылады да негізі сақталады. Онда бұл А-ның минус 4 қосылған 2 дәрежесі болады екен. Яғни бұл тең А-ның минус 2 дәрежесі шығады екен. Ал енді осыған көзімізді жеткізейік. Тура жаңағы мына тәсіл сияқты есептесек, А-ның минус 4 дәрежесі. Енді дәреженің қасиетін пайдаланатын болсақ, онда бұл 1 бөлінген А-ның 4 дәрежесі ғой. Ал енді А-ның 4 дәрежесін ашатын болсақ, бұл А көбейтілген А көбейту А көбейту А, яғни А-дан 4 екен. Енді осыны біз А-ның квадратына көбейтуіміз керек. А-ның квадраты дегеніміз, бұл А көбейтілген А болады екен. Сонда мына А мен мына А қысқарады, мына А мен мына А қысқарады да 1 бөлінген А-ның квадраты қалады екен. Ал 1 бөлінген А-ның квадратын біз А-ның дәрежесі арқылы жазсақ, А-ның минус 2 дәрежесі шығатындығын көреміз. Ал енді келесі екінші бір мысалымызды қарастырайық. Ол бөлу амалына қатысты болсын. 12-нің мысалға минус 7 дәрежесі бөлінген 12-нің минус 5 дәрежесі болсын. Ал енді бұны есептейтін болсақ, негіздері бірдей болса, онда екеуі бөлінген кезде дәрежелері азайтылып, негізі сақталады. Сонда бұл жерде 12-нің минус 7 азайтылған минус 5 дәрежесі болады. Сонымен жақшаны ашатын болсақ, минус ол бізде плюсті береді. Сонда бұл тең 12-нің минус 7 дәрежесі қосылған 5. Яғни минус 7-ге 5-ті қосатын болсақ, бұл тең 12-нің минус 2 дәрежесі шығады екен. Ал енді бұны тура бағанағыдай есептейтін болсақ, мынау міне 12-нің минус 5 дәрежесі дейді. Демек, онда мен бұны дәреженің қасиетін пайдаланып есептейтін болсақ, мына 12-нің минус 5 дәрежесін біз алымына шығарып жіберуімізге болады. Міне мынаны. Қазір алымына шығарып есептесек болады екен. Сонда бұл қалай болады? Бұл тең міне 12-нің минус 7 дәрежесі көбейтілген 12-нің мына минус 5-тің алдында минус таңбасы қойылатын болса, онда ол 5 болады екен.
Енді міне негіздері бірдей болып тұр. Демек онда екеуін көбейткенде негізі сақталып, дәрежесі қосылады екен. Яғни 12-нің -2 дәрежесі шығып тұр. Ал енді келесі x айнымалысына байланысты есептейік. Мысалға, x-тің -20 дәрежесі бөлінген x-тің 5 дәрежесі болсын. Сонымен осыны есептейтін болсақ, онда бұл тең дәреженің қасиеті бойынша негіздері бірдей болғандықтан x-тің бұл -20 азайтылған 5 дәрежесі болады екен. Яғни дәрежелерін азайтамыз, негізі сақталады. Сонда бұл тең x-тің -25 дәрежесі болады екен. Ал енді бұны біз тағы да көбейту арқылы есептейтін болсақ, мен бұны былай жазалам ғой. Бірінші міне x-тің -20 дәрежесін жазайық, көбейтілген. Ал енді көбейтуге келтіретін болсақ, мына x-тің 5 дәрежесі бұл бөлімінде тұр. Енді осыны алымына шығаратын болсақ, бұл x-тің -5 дәрежесі болады. Сонымен негіздері бірдей болып тұр. Онда көбейтетін болсақ, құр дәрежелерін қосады екенбіз. Сонда қайтадан x-тің -25 дәрежесі шығып тұр.